Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın emrini orundayım dep, taң azanda sәлесін ішіп, жаратушысына арман дұғасын бағыштап, аузын ораза ұстайым деп тыйып отырған исі қазақ амансыздар ма, барсыздар ма, арымсыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алланың жақсылығында, амандығында болыңыздар. Ассаламу алейкум деп амандасқан баршаларыңызға ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Тасаххару фа инна сухуру барака. Тәресін ішіңіздер. Сәресінде береке бар деді пайғамбарымыз алейхиссалам. Сондықтан сол берекеге жетіңіздер. Алла береке деген сөзді жан-жақтан қамтиды. Соның біреу өмірдің тыныштығы. Айналамызда, маңайымызда әртүрлі екпінді соғыс, еркінді дүниелер болып жатса, біздің елімізде Құдайым барлығынан артығымыз тыныштығынан айырмасын деп дұға қылыңыздар. Өйткені тыныштық, әссалам деген сөздің өзі үлкен ұлы нәрсе ғой. Сондықтан Алла жақсы көрген нәрсе тыныштық. Мұхаммад алейхиссалам Худайбия деген жерде кәпірлермен келісімге келіп, пайғамбарымыз алейхиссалам тыныштыққа шақырды. Сонда соғыс болмасын деген кезде сахабалар бәрі таң қалып, қалайша тыныштық болу деген кезде кейін сол 10 жыл тыныштық мұсылмандардың қызметіне, үлесіне өтті. Дәулет аға, ва алейкум ассалам бауырым алтыным. Алла разы болсын, іздеп келсеңіз, Алла сіздерді жақсылықта іздесін. Осы әрбір айтқан сөзім Алланың жолынан қия кетпей, сіздердің жүректеріңізден ұяласа екен деп арман қойып айтқан дұғам бар. Әр қазақтың жүрегіне орын жетсе екен, жаратушысына бет бұрса екен, әйелдердің құрметі орында болып, аналардың іззеті көтерілсе екен, әкелердің мәртебелі орнығып, балалардың жүректері тыныш болса екен. Бесікте жатқан баланың бақайы тоңбай, еңбекті асырайым деп жүрсеген, еңбекпен отбасын асырайым деп жүрген әкелердің дүниесі адал болса екен, оны ол жолда Құдайым өзі пана болса екен деп дұғамен айтып бастайық. Алла өзі дос көрсін, пайғамбар оны қос көрсін деген ұлтымызда жақсы сөз бар. Дұғаларыңыз, оразаларыңыз қабыл болсын. Құрметті барлық тыңдармандар, жақсы сөз жарымырыс. Әрдайым үйге кіргенде, мейлі ол қазір әлеуметтік желі үйдің бір формасы ғой енді. Үйге кіргенде амандасып кірген сияқты, сізде де осы кіргенде амандасып кіргендеріңізге Алла разы болсын. Алла сіздерді қолдасын. Сол дұғаның қабыл болуының да шарты біреу кетілеу. Ақша мен құптаннан кейін Құран оқу міндетті ме, по желанию ма? Любой намаздан кейін Құран оқу по желанию. Қаласаң оқы, қаламасаң оқыма. Өзің білесің. Намаз Аллаху акбармен басталады. Еркектікі құлаққа жұмсағана тигізсе болады. Осы беткейде. Әйелдікі былай, осымен басталады. Ассаламу алейкуммен намаз бітеді болды. Ары қарай бәрі по желанию. Керек десеңіз тәсбih тартуда сүннет, міндет емес. Бірақ сауап. Истихара намазды қалай оқиды? Истихара намаз Алла ризалығы үшін оқылатын нәпіл намаздардың қатарында. Бір нәрсенің жауабын білмей, немесе екі талай болып, осыны істейін ба, істемейін ба, Русланды күйеуге шақырып жатыр, Қайратта шақырып жатыр, Русланға тисем қалай болам, Қайратқа тисем қалай болам. Ұлы халқымызда әйел адам күйеуге тиерде, әжетханаға шығарда жалтаңдайды деген бір сөз бар. Сол әжетке шығарында күйеуге тиерінде жан-жаққа қарап қалбақтап қалады, не істеймін деп. Сол кезде оқылады истихара намаз. Мынаған барайын ба деп екі бас оқисың да, екі жағыңа сәлем беріп, Аллахумма астахирука би илмик, ва астақдирука би қудратик, ва асалука мин фадликал азим деп бастап отырып дұғасын жасайсың. Қазақша айтсаң да болады. Я Алла, менде мынандай проблема. Мынаған барайын ба, Қайратқа барайын ба, қайсына барайын, қайсына барсам өкінбеймін, маған екеуінен біреуін қайырлысын бер деп сұрайсыз. Сол истихара бар. Жатасың, түс көресің, не жүрегің тартады, соның біреуін қабылдайсыз. Салауат айтып жүрсем жолым ашылама дейді. Жолды ашылудың ең жақсы жолы бірінші истихфар айтасың, салауат емес. Истихфар деген не? Кешірім сұрау. Салауат пен истихфар
біреуі әтір, біреуі кір жуатын сабын сияқты. Сіз айтқан салауат ол әтір, әдемі хош иіс шығарады сенен, жақсы болады, свежесть береді. Бірақ денеңнен, қолтығыңнан деп айта берейін, иіс шығып тұрса терлеп, сыртынан әтір сепсең, қайсысы қалай болады? Сол үшін бірінші жуыну керек. Жуынып тазалануды истиғфар деп айтады. Астағфирулла. Сондықтан бірінші Аллаға тәубе етіп кешірім сұрап, тазаланып барып, хош иіс салауатты сепсең, супер болады жаным. Алла сізге разы болсын дейді. Баршамызға риза болсын. Тарауих намазды 8 ракат оқса бола ма? Болады, бірақ 20 ракат оққан абзал. Уақытпен шатасып 2 минут кеш оқыдым сәресін есептеле ма? Осы жерін қазір айтам сәресіне. Тағы да бір түсінірек, осы жерін қиып салып қойыңыздаршы. Сәресі де кеш жаптым деген адамдардың түсініктемесіне қалай түсінеміз? Кеш жабу екі түрлі болады. Дұғасын тек қана оқып, аузын бекіту, және алдына су қойып, оны ішу. Егер 1 минут болса да суды кеш ішсеңіз, онда айттан кейін 1 күн ұстаңыз. Өйткені 1 минут болса да қауіпті. Ал енді су ішкен жоқсыз, уақыты кіріп кетіпті, 1 минут, 10 минут, 20 минут, онда тек қана дұға қылып, я Алла, ораза ұстадым, менің оразамды қабыл қыл деп ниет қылып ауыз бекітсеңіз, онда бола береді, ештеңе қарыз емессіз. Бұдан шықты сөз. Уақыты кірген болса, тамақ ішпеңіз, тек қана дұға қылып, аузыңызды бекітіңіз, болды, сонымен бітеді. Яғни зікірді айтып, дұғасын айтып, ниет еттім, бүгін ораза ұстауға десеңіз де болып кете береді. Намаз оқымаймын, тахаджуд оқып жүрмін. Әйтеуір жақсылық нәрсе жасап жүр екенсің, ол да жаман емес. Пітір садақаны қайда берген болады? Өзіңіз ықтиярыңыз. Ораза айында тіс жууға бола ма? Ораза уже бітуге кетті, сіз тісіңізді әлі жумай жүрсіз ба? Жу. Бірақ сақтанып жу. Түсімде шайтанды көргенде оянамын. Не істеуге болады? Ондай түс көрмес үшін. Жатар кезде дәрет алып жатасың. Одан кейін қыблаға жүзіңді бұрып жатасың. Мүмкіншілік келсе 2 бас намаз оқып жатасың, құптаннан кейін. Одан кейін барып Фатиха, Құл хуалла деп айтылатын Ықылас, Фалақ пен Насты оқып, қолыңа аздап деп жайған өрлеп, басыңызды, денеңізді көкірегіңізге дейін осы жерде сипап қоясың да ұйықтайсың. Если во время обязательного поста Рамадан начали с ПМС, должна ли я продолжать или воздерживаться от еды до заката ифтара из уважения к посту, или мне следует сразу прервать его и поесть? Я считаю, что вы пишете, зная об этом, мое подозрение. Так как вы пишете именно грамотно, исходя из этого, я считаю, что вы знаете, просто хотите проверить. В любом случае, я вам отвечу. Если у женщины до вечера, до вечернего разговения начались критические дни, пост автоматом прерывается. Но это не дает вам повода полностью, прервав пост, сразу поесть, покушать, попить и так далее. В любом случае, до вечернего заката вы воздерживаетесь от еды и питья, но этот же день следует заново возместить после праздников Аид. Етекер, бұл да сол екен. Күннің ортасына келсе, сразу аузымызды ашамыз ба, әлде до конца ұстаймыз ба? До конца деп айтасың. Таудың басына су ағып жатыр. Мен сол суға сүйсініп жатырмын шомылып. Судың жылы болғаны не мағына дейді? Машалла. Керемет тұс. Су өмір, бұлақ Рамазанға түсіп атқаның ораза ұстап атсың. Жылы суға түскенің, бірақ кішкене орасы үзіліп қалғаны. Тарауих намазын бітуіне қанша күн қалды дейді. Ең соңғы күн оқылмайды оразаның. Қалған күн бәрінде оқылады. Вчера перед сухуром закопала капли для глаза. Потом после сухура почуяла вкус во рту.
Получается ли пост нарушен? Именно, скорее всего, нет. Аллаху алам, Аллах лучше знает. Ұстаз бойдақпын дейді, түсімде балалы болып жатырмын дейді. Денсаулығыңды күтіңіз. Шықырлатып кәмпит жейін дерсің. Жоға, кішкене ауырып тұрым, грипп болып, сондықтан тұмауыр соған сіздер естімесіндегі мұрнымыз тазаладық. Не деп айтайын енді. Анам ауырып жатыр, дұға жасап жібересіз бе? Алла шипа берсін. Сұрағым бар еді, ауыз бекіткен кезде қолымды жарақаттап алдым. Қан ағып кетсе, бірақ кішкентай ғана оразам бұзыла ма дейді. Жоқ, бұзылмайды. Менде невроз после инсульта дейді. Әкемнің өткен күні 24-ті, жылын 25-ші қазан берсем бола ма? Болады. Болады. Бір күн асып берсем болады. Құптаннан соң өтір оқып болған абзал ма, әлде тахаджудтан ба? Тахаджудтан кейін оқыған абзал. Құптаннан соң тағуан айттық. Бітір садақаны ауылымның мешітіне біреу арқылы беріп жіберуге бола ма? Болады. Байқамай, тамақ жеп қойса ораза бұзыла ма? Байқамай деген сөз қалай? Біздің көп адам қазақи сөздердің өзіміздің сөзіміздің этиологиясы және өз сөз не мағына білдіретініне біз ойланбай қолдана береміз. Сөйтіп қойылған сұрақтың жауабын алған кезде, егер сіз оны дұрыс түсінбесеңіз, ол мағына теріс мағына шығады. Қараңыз. Байқамай деген сөз, ол по неосторожности деп орысша айтылады. Байқаусызда, біліп тұрып, қолыммен кесіп алдым. Біліп тұрмын мен пышақ кесетін деген сияқты, біліп тұрмын ораза екенімді, тісімді жуып атқанда жұтып қойсаң байқамай, ол ораза бұзылады және қаза болады, күніне күн ұстайсың. Ұмытып деген сөзді де кейбір адамдар ұмытып деген сөздің орнына байқамай деген сөзді қолдана береді. Біздің қазақ тілінің кеңдігі де осында. Сондықтан ұмытып ішкен адам ораза ұстамайды. Тек қана есіне түскен кезде қою керек. Сіңіліме пітір садақа берсем бола ма? 4 баласымен квартирада қиналып жүр дейді. Болады, бірақ 700 теңге бергені ұят. 70 мың теңге бересің оған. Одан да жоғары бер немесе. Балам 10 жаста. Кеше ораза ұстаймын деп ниет етті. Қазір сәресіне сізді тыңдап отыр. Қабыл болсын. Ниет, тамаша. Құдай сақтасын, соғыс болып кете ма ораза айында дейді. Алла тыныштық берсін енді. Мен түнгі жұмыстан 11-де келемін. Сосын сәресіне оянып, аузымды бекітіп, қайта ұйықтаймын, әбетке дейін. Кешке жұмысқа барам бола ма дейді. Енді сіздің жұмысыңыз сол екен, болады, ештеңе етпейді. Ауыз ашар шақырды. Жолда келе жатырмын таксиде. Келе жатып, ашу керек пе, әлде жеткен соң дастарханда ашу керек? Дастарханда ашқаның дұрыс. Сен ауыз ашуға шақырды ғой сол жерден. Ждали вашего эфира, но вы не читаете. Почему? Читаю. Ну, я не успеваю. Как я вижу, сразу читаю. Вы обратно дублируете вопросы, я прочитаю. Ораза кезінде арқаға банка қойса бола ма? Арқаға емес. Қымен жазады. Арқаға деп, қойса бола ма? Болады. Хиджама істесең де болады. Жиырма жаста намаз бастадым, бірақ құптан мен таңды ғана уақытында оқи аламын. Осы уақытқа дейінгі қарыздарымнан қалай құтылсам болады? Аз-аздан оқи бересің. Біреу, екеу деп сөз. Хиджаб тағып едім, макияж болмайды дейді, сол рас па? Енді не істейін деп ең? Макияж болмайдса хиджабты лақтырып жіберейін деп ең, шешіп. Қайтадан ләмішкамен жүрейін деп ең, не істейсің енді? Дәрет өтпей қалады, сол үшін айтылған сөз. Бірақ жалпы намаздардың ортасында егер дәрет алып оқып, дәрет алатын кезде макияжды кетіру керек болады. Умывашкамен толық жуасың, таза умывашкамен, күшті умывашкамен, сөйтіп кетіріп барып, бетіңді суы тию керек болады. 2 слой, 3 слой кремнің өзін жаққан кезде бетке су тимейді, тайып кете беретін болады. Бұл су тимеген болып есептеледі. Дәретте су тимесе, дәрет өтпейді.
Сәлеметсіз бе? Таң намазын ас бөлмесінде оқуға бола ма? Үйде кісі көп, орын болмай тұр дейді. Әлбетте. Ешқандай мәселе жоқ. Кіреберісте де оқуға болады, коридорда оқуға болады. Моншада ауыз ашуға бола ма дейді. Енді басқа жер жоқ болса, аузыңды ашасың да бекітесің де. Врач болып жұмыс істесең, бөлмеңді бекітесің, енді көресің. Солақай едім шығар, ылымен жазып қойыпсыз. Солақай едім, асты оң қолмен, сол қолмен ішсем харам ба? Макрух тахрима деп айтылады, харамға жақын деп. Ерексіп істесең. Енді қатты үйреніп қалған дағыдан үйрене алмай жатсаң, енді іше бересің. Бірақ оң жағын өтсең жақсы болады алтыным. Намаз оқитын адам шашын болса бола ма? Өтініш түсінбедім. Елдер жұмыс орнында да намаз оқиды, тап солай. Ораза ұстауыма күйеуім қарсы, оның рұқсатын ұстауға бола ма? Парыз, Рамазан оразаны ұстауды күйеудің ризалығы қажет емес. Қажет емес деген сөз күйеумен ерегісіп, төбелесіп ұстау деген сөз емес ол. Алланың әмірі жоғары тұрады деген мағына. Бірақ күйеу қарсы болса себебі бар деп есептеймін мен. Күйеу бекерден бекер емес. Кейбір әйел кісілер ораза ұстадым деп бітті, поход-күн өзгертіп, күйеуге қарап, астағфирулла, сен күнәһарсың сен, деп өзінше бір анандай бір әулие ұстаздардың артынан кетіп қалғандар, ұстаздардан өзіне пір қылып алғандар. Сенің әулиең, сенің күйеуің. Сол намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын сенің байың, сен сол ана бүкіл ұстазынан артық сол. Сол манқа түрі жаман сенің күйеуің, сол барлығынан артық сол. Соның сенің айтқан істей бер жаман болмайсың. Ол қарсы емес. Бір ана бет өзгеруді қойыңыздар деген мағына сөз. Татудан дәрет өте ме? Өтеді. Татуаж терінің ішіне кіріп кетеді. Тату. Денеге салынған татушка терінің астында. Дәрет алғанда сен терінің астына су кіргізбейсің ғой. Сондықтан дәрет өтеді. Бірақ оны істің өзі жақсы емес. Арақ ішіп алған адамның дәреті өте ме? Мысалы, мас болып не істеген білмez емес. Кішкене ішіп алып 100 грамм, дәреті өте ме бұл адамның? Өтеді. Өйткені ол арам оның ішінде, дәреті өтіп кете береді. Істеген ісі күнә, бірақ дәреті қабыл болады бәрібір. Бассейнге баруға бола ма? Күндіз барған сәл жақсы емес. Егер бару қажетті болып, тіркеліп, абонементтің күйіп ысырап болып жатса, барасың. Жоғары шыршық қазақтарына дейді. Сәлем жолдайтын мен не емеспін ғой енді. Не әдет екен білмеймін, анаған сәлем айт, мынаған сәлем айт. Кеше бір қыз жүгіріп келіп, бәлен ауылдың қыздарына сәлем айт. Өз кішкене бір ақыл есі дұрыс нәрсені сөйлеген дұрыс қой. Оразада шаш қидырса бола ма? Бола береді. Можно ли молиться за Иран, чтобы они выиграли? Или это неправильно? Будет ли от такого молиться? Можно ли? Знаете, не только об Иране, можно и за другие немусульманские страны молиться. Почему? Потому что спокойствие, мир и терпение, она важна для всех и везде, и повсюду. Будь то Иран, будь то Соединенные Штаты Америки, будь то Европа. Даже в самом прогнившем государстве, где нет моральных устоев, даже за это государство нам нужно молиться. А с чего вы взяли, что нужно проклинать кого-то? Если какие-то действия каких-то правителей противоречат закону Аллаха, это не говорит о том, что мы должны этот народ, либо это государство проклинать. И даже этого правителя нельзя проклинать. Понимаете? Отчасти мы должны винить не кого-то чужого, скорее всего себя. У нас нет ни единого духа, у нас не осталось ни единой мысли, ни одной поддержки друг другу. А с чего тогда быть миру и терпению? Всему есть предел. Поэтому мир, спокойствие, она всегда для нас важна. Сізді тыңдап ауыз бекітіп отырғанына ризамын. Мен қандай ризамын? Сіздерге соны айтып отырған. Биыл ораза тұта алмадым. Денсаулығыма байланысты. Аллам шипа берсін сізге. Так, бірақ мен күйеуіме балама күнде тұрып сәресін дайындаймын. Менде ораза тұтқандай болам ба сауап? Әлбетте. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям уақытысында сондай ахуал болады. Сахабалардың біраз ұстай алады да, біреу қатты ауырып ұстай алмайды. Жаңа қиыншылық болып ұстай алмайды. Сонда бірақ бір-біріне тамақ дайындағанда екеуі де сондай сауап алады деген пайғамбарымыз. Оны сауап алады деген сөз жаңа ұстамай ақ қой деген сөз емес. Кейін сәждеде қажетімізді сұрауға болмайды деген рас па? Құранда келген дұғаларды айтуға болады.
Nafil namazlarda, tahajjudda, Qur'onda kelgan. Misal Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Vasiyaqti dualar Rabbana ighfirli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Vasiyaqti dualarda sünnetde kelgen dualarni ben ayta berseniz bo'ladi. Biroq жаңа үйде ет жоқ еді, соғым керек болып тұр, я Алла, ертең құдалар келіп қалса ұят болады, соғым келем деп еді, ана ауылдан келмей жатыр, соғым керек, тендер аламай жатырмын, тендер керек деген сәл дұрыс емес. Намаз бұзылады деп айтамыз. Просто так ашуланып дейді, аузын ашып жіберсе, сосын келесі күні жалғастырса, 61 күн қарыз болады. Күйеуім осы жылы тұтпады, қарыз болып санала ма дейді. Не үшін тұтпады деп те сұраған жоқпын, байқайсыз ба? Қарыз болады. Просто тұтпады. Так не захотел, енді жұмысы болып қалды. Қарыз болады. Ауырып қалсаң да қарыз болады. Бастығың келіп қалсаң да қарыз боласың. Әйелдер жайында айтам деп едіңіз, айтамыз, әлі уақыт бар. Бүгін сіздерді бір көтеріп айтам, бүгін әйелдерді, ой, бір көтерсем деп тұрмын, бір хадистердің бәрін алып. Дайын болыңыздар. Мен деп құлақ қоймаңыздар артқа қарай. Бол деді, мақтады деп. Реанимация бөлімде жұмыс жасайтын қызметкерлерге жұмыс кезінде намаз оқуға болады ма? Дежурствода тұрған адам оқып алуға мүмкіншілігіне қарайды. Егер мүмкіншілігі даже туалетке баратындай мүмкіншілік болмай, сондай памперс киіп жүретін болса, онда намаз қазаға қалуы да ықтимал. Ал егер ондай мүмкіншілігі жоқ, туалетке де бара аласыз емін еркен болса, онда намаздың әжетханадай қадірі жоқ па не? Дайынбыз. Түсімде бастырылып қалды. Марқұм ағамды көрдім, не істеуге болады? Ағаңызға дұға қыласызда аятыл күрсіні 3 рет оқып үстіңізге дем салып қойыңыз. Пітерді әйел адам берсе болады ма отбасы үшін? Болады. Мектепте мұғалім едім, сабақта құрмамен ашып жүрмін, бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Болмайды. Сабақтың кезінде тұрып алып тұрып аузыңды аш. Одан басқа діндегілер басқа нәрсесін жоқ. Аузыңды аш, аузың ашылады. Мен сізге өткенде түсініп беремін, сіз естімеген шығарсыз, тағы түсіндіріп берейін. Ауыз бекіту және ашу мәселесі. Ауыз бекітіледі уақытпенен. Минәл фәйжри, таң намаз кірді ма, аузыңыз бекітілді. Ниетің болса болды. Иләл мәғриби, күн ұясына батқанша. Күн ұясына батты сағат бойынша. 5:49-да ауыз бекіту керек, ашылады. 5:49-да сіздің аузыңыз әшік. Аузыңыз әшік. Болды. Одан кейін сабақтың кезінде, әй бала, тыныш отырыңдар, мен ауыз ашып алайын деп бәрін отырғызып, кластағы балалардың бәрі қол жайып, апайымыздікі қабыл болсын, қалғаныңқы не болса о болсын деген. Кере жоған. Ондай жарнаманың кере жоқ сізге, реклама. Ондай жасамаңыз. Уақыты кірді, сабағыңыз жүргізе бересіз, бәрі шықты деді, кейін барып ішерсің, кешке үйге барғанда жесің, көресіз жағдай. Тоқта, тамақ ішу керек. Тоқта, ойбай. Онда врачтар операция істеп жатқандаршы. Бала босандырып жатқандар не істеу керек онда? Сендер тоқтай тұр, бала, тоқтай, шықпай тұра тұрсын баласы, тоқта. Біз аузымызды ашып алайық деп бәрі дастархан жайып, онда гинекологтың бәрі кабинетте тоқтатып, онда лор врачтар оны құлақ шұқыған тоқтады, мұрын шұқыған тоқтады, пожарниктер өт сөндірген тоқтады, полиция жұмысын тоқтатып, бәрі ауыз аша берсе не болады онда? Жоқ. Әр нәрсе өз уақыты. Сіздің уақытыңыз кірді ма, аузыңыз ашық. Содан кейін бар, 1 сағаттан кешесің ба, операция біткеннен кешесің ба, сабақ біткеннен кешесің ба, ше беріңіз сол кезде. Болды, аузыңыз ашық. Қалай түсіндірейін? Проще былай. Ашық. Болды. Оразаға дейін ауырып қалдым. Дәрі жазып берді. Курсы 30 күн. Соны сәресімен ауыз ашарға ауыстырдым уақытым. Пайдасы болмай жатыр. Ораза қой деп жатыр. Қалай істесем болады? Қойыңыз оразаны. Алла шипа берсін. Гормональный дәрілер исламда рұқсат па? Рұқсаты бары бар, рұқсаты жоғы бар. Гормональный дәрілерді дәрігер берген болса іше аласыз. Қажетіңіз болса. Ауыз ашарда алдын ала кесеге су құйып қою керек деген дұрыс па дейді. Колдовать етіп па? Бүйтіп уақыт тұрып деп па? Жоқ, ондай. Су бар ма ішесіз? Мысалы, бекітетін уақытта мен алдын ала ішіп алдым ғой. Мен қазір сіздермен енді сұрапта осыны ішіп отырайын енді, ұят қой. Сол үшін алдын ала ішіп алдым бағана. Сағат 3-тен бастап іштім сәресін. Содан кейін ары қарай келе жатыр.
түсімде жолдасым қинады дейді. Не істеуге болады дейді. Күндіз оған жаман қарамаңыз. Дұға қылып қойыңыз, Алладан жақсы сұрап болды. Асқазаным қатты ауырып, бір күн аузымды аштым, бірақ әлі де ауырып жүр. Бірақ ұстап жүрмін дейді. Жоқ, олай болмайды. Егер қатты ауырса ашу керексіз. Цефтрий уколын салу керек болып жатыр. Денсаулыққа байланысты ораза ұстай беруге бола ма? Болады. Цефтрий деген цефтриаксон сала берсеңіз болады. Бірнеше рет естідім. Ер адам отырған жерде әйел адам Құран оқымайды. Ол қаншалықты рас дейді. Бұрын сондай болған. Қазір де бар, бірақ ана жағаласып оқымау керек та. Еркектер отырса, мен енді Құран оқып жіберейін енді деп молдаға жағаласып сол жерде енді еркектер енді отырыңдар енді. Мен қазір оқимын сендерге деп тұрып бейіттіп алып тұрып оқуға болмайды. Бәленше қырағаттың есімін мен енді. Сендер кімсіңдер енді, аузың жауып тұрыңдар енді деген, солай болмайды. 4-ші Наурыз умраға кетуіміз керек. Енді не істейміз? Тоқтай тұрасыздар. Қазір жол жабық, барлық мемлекеттерден 4-іне дейін бір хабар болып қалар, бірақ жабық бәрі. Үйде отырып дұғаңыз тілей беріңіз, сауабын аласыз. Бөпелі бола алмай жүрміз. Арыстан баптың басына баруға болама ниет етіп. Бөпелі болудың ең бірінші қадамы астағфирулла деген сөз. Қысқа ғана, жеп жеңіл. Сами легкий. Астағфирулла деп жай сыбырлап ішіңнен айта бер. Бұлар көшеде айтып кетпе, бәрін ортаға жолдың перекресткін светофорға тұрып алып. Ішіңнен айта бер. Күндіз түн отырғанда жатқанда айта бер. Күйеуіңді айтсын, әйелді екеуі де қатар айтсын. Одан кейін үмітіңізді үзбеңіздер. Тезірек жауап тастауға бола ма? Енді кешіктірген жақсы сүннет бойынша, бірақ мысалы сәресін кешіктіру керек соңына қарай. Ауызды уақытымен тез ашу керек. Солай сауапты болады дегені ғой енді. Мысалы мен сіздерге екпені жүргізіп отырып, ішше қойсам болмайды, сол үшін мен тоқтатып, алдын ала ішіп аламын. Жолдасым шет деген шығар, шет елде жұмыс жасайды. Жарты жылда бір келеді. Неке бұзыла ма дейді? Жоқ. Жарты жылма тұрмақ 20 жылда бір келсе де бұзылмайды. Некенің сұрогы жоқ. Бәлен уақытқа дейін жақындамасаң бұзылып кетеді деген. Күнәлі болады. Еркек күнәлі болады, күнәһар болады. Әйелін солай тастап кеткен үшін, әйелді 3-4 айға адан артық тастап кеткен еркек күнәлі болады. Әйел ол шыдай алмайды, тағдыр ол, өмір ол, қасына еркекті болғанын қалайды, сонымен жатып, сонымен оянуын қалайды. Осы миллиард табасын ба, миллион табасын ба, әйелге қызық емес ол. Миллион таппаса да қасында еркектің оның қасында болуы миллионға теңелген дүние. Сондықтан оның қасында болуы керек. Дүние таппаса да қасында болған әйел ол көңілі тоқ болады. Нан тауып жесе де екеуі тоқ болады. Миллион, миллиард табасың не пайда ол? 30 жылда бір келесің. Қаншама семьялар осы үшін қиылып жатыр. Кеше ғана сондай сыртта жұмыс істеймін деп 32 жылдан кейін апамыз білген екен. Баласының өзі 32-ге қапты. Вақта бақсы жүре берген ғой сеніп. Ана вақта вақтабат ете берген. Сөнсе вақтабат етемей басқа нәрсені істей берген екен. Сонымен ол жақтағы бала 30-ға кепті жүр. Енді осы шал бопты ана атам. Соны 30 жылдан кейін айтыпты, менің осы жақта 31 нәрсе жаста балам бар деп. Енді екі семья қырғын болып жатыр. Жақсы ма не сол? Көрген түсің керісінше болады деген рас па? Егер кім көрінге жортсаң солай болады. Читаю пятикратный намаз, но еще не пришла к платку, но одеваю, закрывая аурат. Можно так? Вы знаете, то, что Аллах приказал, я не могу разрешить. Вы иногда задаете такие вопросы, которые не в моей компетенции. Сам по себе покрытие женщины – это приказ Всевышнего Аллаха. И она ни с кем, никогда, ни в какой сложности она не оспаривается. Хиджаб, покрытие женщины – это однозначный фарз Всевышнего Аллаха. Теперь, вы спрашиваете, можно ли так? Если Аллах запретил женщинам открыть части аурата, кто такой могу разрешить это, понимаете? Но вы говорите же, вы читаете намаз, во время намаза покрываете. Если вы спросите, принимается ли этот намаз, по воле Всевышнего, Аллаху алям, я могу сказать, да, намаз принимается. Но то, что вы вне намаза ходите непокрыто, за это грех.
При этом этот грех, когда стоит на женщине, принимается ли ее дуа молитвы? Однозначно принимается. Вопрос должен быть поставлен так. Если, как вы поставили, если так же я отвечу, получится, что я за Аллаха я решаю. Поэтому чуть-чуть, когда пишете вопрос, надо подумать, каков будет ответ. И слушайте дальше. Когда вы слушаете вопрос, задаете вопрос, то будьте готовы к этому ответу. Иногда задаете вопрос, ища какие-то лазейки. Даже если вам найдут, и если даже не найдут, вы должны быть готовы к этому ответу. Таспихты сол қолмен тартса бола ма? Таспихты оң қолмен тартсаң да, сол қолмен тартсаң да, оңнан солға қарай жүрсең де, солдан оңға қарай жүрсең де, бүйтіп төбесінен ұстап тұрып, жоғары қарай төмен қарай тартсаң да, төменнен ұстап тұрып, аспанға қарай тартсаң да, айландырып тартсаң да, тарта бер. В общем, тарта бер. Мұрныңды шыққанша тәспih тартқан жақсы. Телефон шыққанша, Инстаграм шыққанша тартқан жақсы. Біз жыл сайын ауызашар беретінбіз. Биыл бермейміз деп отырмыз. Орнына садақа жасаған қаншалықты дұрыс? Дұрыс. Ауызашар беріп, елді тойғыза берсе сауап бола береді деп біздің айналайын кеңпейілді қазағым. Соменен ауызашар беріп алып мәз болып жүрген қазағым, әйтеуір кеңпейілсіздер ғой. Ниеттеріңізден айналдым. Бірақ сауаптың да сауабы ағайынмен тату болу. Сауаптың да сауабы бір сүре жаттау. Сауаптың да сауабы өтірік айтпау. Сауаптың да сауабы ғайбаттан қашу. Сауаптың да сауабы ұрыспаған адамдармен жарасу. 10 адамға садақа беріп, ауызашар бергенше бір адамға қиянат жасамаңыздар. Маңыздысы да сонда. Біздікілер садақаны бүкіл елдің бәріне береді да, зато туысқандармен араласпайды. Жау. Елдің бәріне жақсы болып көрінесің да, үйдегі қатыныңмен өлердей бір-біріңді боқтап жүрсің, жек көріп. Не пайда? Бүкіл ел айдаладағы біреу. Бірақ үйдегі сенің атанаң, туысың, жақының, білмеймін, әйелің, бала-шағаңның алдында жақсы болғаның маңыздырақ чем елге барып көшеге барып жақсы болғанша. Мына мінез, культура дегенде Қазақстанды көрсету керек. Біздікілер шетелге барғанда культурный болады, барлығыңыз. Ренжімеңіздер. Шетелге барғанда бәрі hello, самандасып, жол беріп, бір-біріне күшті оқып қаламыз. Анау шынында да сондай екен деп ойлап қаласың да өзіңді, бірақ ондай емессің. Жалмауыздың. Бірақ Қазақстанға келгенде сенен оңбаған адам жоқ. Бірақ шетелге барғанда, даже Меккеге барғанда, иншалла, машалла, астағфирулла деп. Бірақ үйге келгенде қандайсың сен? Осыны қою керек. Сол маңыздырақ ауызашарыңыздан. Имам Ағзам Абу Ханифа айтады, ішің қандай болса дейді, сыртыңды сондай көрсете бер дейді. Сыртың қандай болса дейді, ішің сондай болсын дейді. Міне маңызы сол. Іші мен сырты мемлекет пен сырт деп есептесеңіз де болады. Тарихты дейді, қалай қолмен тарихты емес таспихты шығарып. Әр адам әр түрлі көрсетеді дейді. Өйткені саусақтар әртүрлі ғой. Біреудікі былай қимылдайды, біреудікі былай қимылдайды, біреудікі вообще былайынан қимылдайды, біреуді саусағымнан да бүйтіп қалай тартады енді. Сондықтан, конечно, әркімдікі әр қол. Біреу мына саусақпен тартады, біреулер мынамен тартады, біреулер мынамен тартады, әркімдікі әр қалай. Оның культурасы жоқ. Мұхаммад алейхиссалам қолымен таспih тартпаған. Бүйтіп ана таспihпен тартпаған. Саусақтың ішімен есептеген. Аға, адамға көңілің қалып араласқың келмесе қаншалықты дұрыс? Біз араласу мен амандасуды дос болу менен бару келуді ажыратамаймыз. Құранда кәпірлермен дос болма деген аяттың дос деген сөзді анау соғыстың кезіндегі мәселеге апарып тіреген. Ал адаммен араласу керек. Ол кәпір бола ма, ол оңбаған бола ма, араласып ортаны реттеуіміз керек. Біздікілер кәпірмен вообще дұшпан болып кетеді. Дұрыс нәрсе емес. Араласу керек. Адамменен бармасаң, келмесең жат боласың. Бару керек, келу керек. Намаз оқуды бастадым. 25-те. Осы жасқа дейінгі намаздардың қазасын өтеу керек пе? Қалай өтеу керек, көмектесіңізші. Сәләфи түсінігінде болған азаматшалар мен исламға келгенде деп сөйлейді. Өйткені олар хадистің мәтінін солай түсіндіріледі. Мен намаз оқымаған кезімде кәпір болғам дейді да, намаз оқыған күннен бастап намазды қаза қылмасаң болды, анау сен айтқан 25 жылды кешірді деп сондай уәждеме айтады. Ол қате. Сен ол кезде мұсылманның баласы болғансың. Хидаятты турай бар екенін білгесің.
Алланы естігенсің, азанның даусы құлағыңа кірген, әке-шешең тәрбие берген саған, сен кәпір болмағансың деп біз түсіндіреміз. Сол 15 жасқа қарамайды енді ол. Еркектің бой жетуі, денесінен бірінші ұрықтың шығуы, яғни сол парыз болатын сәт сол. Қыз балаға етеккірдің келуінен мойнына парыз болады намаз, ораза. Сол сәттен бастап енді қалай оқиды оразаны, қалай ұстайды? Аз-аздан, мысалы, мына Рамазанды толық ұстап бітесің, біткеннен кейін айттарды өткізесің, содан кейін бір күн ұстап қоясың, мысалы, или 2 күн, 3 күн өзің білесің. Содан кейін тағы ашып жібересің. Сен жүресің, жұмыстарың бар, қонағың бар, басқа бар, суббота воскресенье тойың бар, бітіріп аласың да қайтадан понедельник күні 1 күн, 2 күн ұстайсың. Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның әрбір дүйсенбіде ораза ұстаған сүннеті бар. Тура әр дүйсенбіде қаза деп ұстай бересің. Последний қаза, есепте оның датасын айтпайсың. 1982 жылдың декабрьдің 4-індегі ораза демейсің. Ең соңғы дейсің, Алла өзі тауып алады. Ең соңғы қаза деп ораза ұстай бересің. Авдалу сиям сиямуд Дауд, авзалул қиям қиямуд Дауд деген қағида бар. Оразаның ең абдалы Дауттың оразасы дейді. Дауд пайғамбардың оразасы. Дауд пайғамбардың оразасы қандай? Bir күн ұстайды, бір күн ұстамайды. Bir күн ұстайды, бір күн ұстамайды. Яғни бір күн ұстап, бір күн ашып, сол ұстаған күндерінің бәрін қаза деп айтсаң, қаза деген пропущенный, орысша айтқанда өткен. Баяғы заман. Сол баяғы замандағы күнін өз Алла тағала тауып алады. Түсінің ба? Соны сөйтіп ұстайсың алтыным. Мүмкін, енді сен ұстап 25 жыл ұстадың. Солай қазаменен. Қазаң давно бітіп кеткен екен. Енді не болды ойбай? Бухгалтерия шатасып, періштелер шатасып, программалар жұмыс істемей, 1С программаны ұрамай, оқып жатыр, мынау да қоймай жатыр, мына жақтан сауаптар келіп жатыр, уже бәрін жауып тастағанбыз. Бухгалтерия шатыспайды. Нәпіл намазда иншалла өтіп кете береді. Сен оқи бер, ұстай бер. Қаза намазда солай. Досым ораза ұстап еді. Енді жұмысына байланысты қиналып тастап қойсам не болады дейді. Жұмыста қиналу деген сөздің қиыншылық деңгейіне қаралады. Ауырып қалып аштым деген адамның ауруының деңгейіне қаралады. Қиналдым деген адамның қиналуына қаралады. Қалай қиналдым? Су ішкім кеп тұр. Қиналып тұр мен что-то. Ішкім кеп тұр деп ішіп жіберсең, ол қиналуға жатпайды. Ауырып тұрмын, что-то ішім бір түрлі болып тұр, ішім шылдап жатыр. Что-то ішкісі кеп тұр деп ішіп жіберсең, ол қарны ашып өлгенге жатпайды ол. Кешегі тақырыпты әйелдер тақырып жалғастырасыз ба дейді. Жалғастырам. Қазір айтам, кішкене шыдай тұрыңыз. Әйелдерді бүгін көтерем бүгін. Ой бір апарып ана Сөрәя дейді, араб тілінде люстраға жабыстырып қоямын, Құдай қаласа көтеріп. Аға, қыста ораза ұстауға бола ма? Круглый год ұстай берсең болады. Жаздағыны жазда, қыстағын қыста ұстасаң да болады. Жазда күн ұзақ, шаршаймын мен деп, бүкіл бәрін қыста ұстасаң да болады. Қарызды. Мысығын мұқият тыңдап отырсыздар. Мен өз мысықтар көп тыңдайды, дұрыс. Өткенде салып қойыпты біреу. Мен де өз қойғам, мысық мен қойыпты, мысық мен тыңдап отыр. Тыңдасын. Оған да Құдай жақсы. Бір мысық туралы бір оқиға айтып берейін. Бір ұстаз папугай жақсы көреді екен. Сосын шәкірттері папугай алып берген екен, мысығын көтеріп отырғызып қояды екен. Сосын осылай уағыз айта береді, сабақ оқытады, араб тілін оқытады. Сөйтсе жаңағы папугай сөйлей бастаған ғой, ля иляха иллалла, бұл полный кәлима айтады екен. Сосын бір күні келсе, шәкірттер, ұстаз жылап жатыр дейді еңкілдеп. Не болды? Ұстаз не болды? Папугайым өліп қалды депті. Қалай өліп қалды? Мысық жеп қойды депті. Ойбой. Жо, мен оған жылап жатқан жоқпын депті. Неге жылап десе, басқасын әпереміз деген ғой. Жо, оған емес депті. Мысығымды папугай жеді де, папугайымды мысық жеді депті. Сол жеген кезде бір тістеген кезде, тырнап жеген кезде ля иляха иллалла деп айтып отырған папугай ля иляха иллалла деп айтса екен деп ойлап едім, бірақ папугайым бә деп өліп қалды депті ғой. Сол сияқты сондай дүние. Сәресіге тұра алмай қалса, сол күні оразасын ашып жіберуге болады ғой, солай ма? Жоқ, болмайды. Сәресіне тұрмай қалсаңыз да оразаны бекітіп кете бересіз. Мысалы, жатар кезде ниет қып жаттыңыз. Ертең Құдай қаласа ораза ұстаймын дедіңіз ба? Сол ниет жүрсе. Сәресіне тұрмасаңыз да ұйықтап жатсыз, ораза ұстау ойыңызда бар. Ниет деген ой. Ойыңызда бар ма ораза ұстау? Ойыңызда тұр. Болды, сол ниет. Бірақ бекітіп алсаң жақсы болады дейміз. Тағы ауызбен айтып, қарар қып, қайталап. Бұрын оқылмаған намаздарды қаза деп оқу керек. Тап солай. Сүннеттер оқылмайды, тек қана парызбен уәжіп оқылады. Ер адамдар отырған жерде ауыз ашпайды, бірге дейді. Рас па? Жауап беріңіз, аша бересің. Сен басқа жағында ашып жатқан жоқсың ба? Өз қай заманда өзі тұрбасыздар, өзі Афганистан ба қаяқты өзі? Аша бересің. Басқа жағында ашпа, болды, тыныш отыр. Аузыңды аша бер.
Тіліңді ашпа дегенім ғой, сіз дұрыс ойлаңыздар. Мен өзі басқа жаққа кетіп қалады екенсіздер, сіздер мына тіліңді ашпа. Сөйлеп жыртыңдама. Тыныш отыра бер, болды. Аузың тамағың іше бер. Ауыз ашар мен туған күнге келіңдер деп шақырған қаншалықты дұрыс? Күшті ғой. 2 в 1 болады, нормально. Подарка апар, отыр, тамағын жеп қайт. Ода тұрған не бар? Өсет, астағфирулла, туған күнге қойшы. Болмайтын еді, қуасынар. Туған күн астағфирулла жоқ қой деп, как будто бір тегі бір, қойшы, басқа тұрмай. Исламда жоқ қой деп, өздерін жәуле болмай қойыңыздаршы. Сөйтетіндер бар ана. Астағфирулла деп, бір как будто бір тегі бір тақуалығы аузынан төгіліп тұрғандай сөйлейді. Ондайда нені жасама лапша әлмеге, реальный бұл өмір сүрсе, реальный. Мен айтып отқан жоқпын, елка тігіп қой, айлан шыршан деп. Енді туған күн депті, құтты болсын депті. Астағфирулла, біз қарсы алмаймыз. Біз 20 жаңағы, біз сол 32 жаста қалып қоямыз дейін. Қойшы, бастаға тұрмай. Қойшы, успокойся, болды, все. Намаз оқу үшін күйеудің рұқсат керек па? Нәпіл намаздарға керек деп айтылады. Ораза уақытында қатты тырқылдап күлуге бола ма дейді. Эмоцияға беріліп, эмоция көрсеткен дейді. Енді кішкене қатты тырқылдап күліп соседтер кеп қалмасын. Ораза уақытында тахаджуд намазын оқу үшін ұйықтап тұру керек па? Ұйықтап тұрса жақсы болады, сергек болады. Бірақ ұйықтамайды оқуға болады. Исламға қатысы жоқ мейрамдарды қатты күн тойлайтындар туралы дейді. Исламға қатысы жоқ мереке сенің тәуелсіздік күнің. Исламға қатысы жоқ мереке Қазақстанның республика күні. Исламға қатысы жоқ мерекенің біреуі ұстаздар күні. Исламға қатысы жоқ мерекенің біреуі Наурыз. Исламға қатысы жоқ мерекелердің бірі амал күні. Сонда не істейміз? Ал, түсіндірші маған сонда. Қатысы жоқ осылардың барлығының. Онда республиканы таратайық. Онда не болады онда? Онда тәуелсіздік күні жоқ онда бізге онда. Солай бола ма сонда? Қалай кетеді онда? Айналайым. Кішкене ораза ұстаған планетада сен ақ болсаң да қумайтын кезде қумаңыздар. 30 күннен кейін бүйтіп әулие болып, астағфирулла деп бүйтіп бар. Ләйім солай болайық енді. Шын болсын да, бірақ мен болғанды жақсы көрем. Болсын, бәрі таза, бірақ шынайы болсын, реальный бол. Өмірде де, көшеде де, білеміз ғой анау, кейбір анау өзін сондай көрсеткісі келіп, алдын ала шығып, анау курстар ашып, неше түрлі әйелдер сабақ беріп, үйіңде қандайсың өз байыңмен, сол жерде сұралады. Тұрып елге ақыл айтып, уағыздар айтып жүрген әйелдер, қойыңыздар осы нәрсе. Керек емес нәрсе. Тұрып тұрып суретке былай түсіп, қағбаны құшақтап былай түсіп, артынан түсіріп, астынан түсіріп, үстінен свет жағып түсіп, қой. Күйеуіңнің түгі әбейді қамады ғой өзі. Күйеуіңді аяққа басып біттің сен өзі. Түгі қаған жоқ, қой. Енді күйеуі жоқ болса үйті түсінем. Мына бір байға тегісі кеп жүр екен ғой, байқұс деп бәріміз сөйтеміз енді. Таппай жатыр енді, тезе тапса екен осы деп тілеуін тілеп өтеміз енді. Ал енді күйеуің бола тұрып енді жер бетінде сенің пірің өзі уағызың емес, елге ақыл айтуың емес, сенің күйеуің сол, басыңда тәжің. Қой өзі. 2 жылдан бері сіз тыңдап көреміз. Алла разы болсын, рахмет. Нұрлан аға, жамағатпен тарауық намаз оқығанда субханака деген сияқты дұғаларды оқып үлгермей қаламын дейді. Оқығанша оқисыз. Мысалы, имам скоростной ремикспен оқыса, ударникпен тез фрррр деп, сіз үлгеремейсіз, фрррр деп қуып отсаң, имам қашып барады, қуып жетемей жатсаң, сен субханалла раббил азим деп 3 рет айтамасаң, ол көтеріп кетіп жатса, сені көтергенше ол жығылып кетіп жатса, ол жығылғанда сен ол тұрып кетіп жатса, сондай скоростной ұстатқызбайтын молда болса, онда күнә соның мойнында болады, айтқанша айтасың да тұрып кете бересің. Болды. Таң намазын ғана оқып жүрмін. Әлхамдулилля бастапсың, сол таң намазына енді әбеттеп қоса бер, или түндегісін қоса бер. Баняға баруға бола ма дейді. Бастай бер. Баняға болады. Бірақ сақ болу керек, жақсы емес. Жақсы жарды қалай табуға болады дейді. Қалай ойлайсың? Рекламамен табасың ба? Маған жақсы қатын керек, жақсы күйеу керек деп қалай табады? Жақсы керек, жақсылар өліп қалған ба бәрі? Сол жақсы болып алады соң бар, өзің жақсы қылып аласың. Сен күте бер, жақсыны күтсең башы байсыз қаласың. Сен тие бер жаным. Әйтеуір бір қара, бір семьясына қара, әке-шешесіне қара, әке-шешесімен мәмілесі дұрыс болса болды. Кете бер, күте берме ол. Жақсы керек, соны әдемі машинамен кіру керек, онда. Нелеріңді азайт кішкене. Стандарттарыңды ше.
стандарттарды былай қысыпса, мынандай болу керек, желательно мамасы өліп қалған болу керек, енең болмаған дұрыс қой енді. Содан кейін мынандай болу керек деген жоқ ондай. Бәрі өліп қалған ондай, бәрі өліп қалған. Динозавр заманында ең соңғысы кеткен, жоқ ондай. Сол барымен кете бер. Сөйтіп таңдап жүріп тазға жолып қаласың. Бір мысал бар. Гүл жинауға жіберген. Бір адам үлкен гүл сарайға кіріп, гүл алып келген ғой, ең жақсы гүлді. Содан кейін кіріпті да, мына гүл жақсы екен, жылайын ба, жоқ. Ананы жылайын, жоқ. Сөйтіп жүріп, бірақ артқа қайтуға болмайды екен. Келген кезде, шыққан кезде қараса ең жаман гүл қолында тұр екен. Бұл қалай десе, таңдай беріп, ең соңғысына келгенде, сол қолына тиіп қалған ғой. Оған да шүкір де, жаман дегенде түрі жаман емес, оның жүрегі жақсы болуы мүмкін, адам ол, түбі жақсы болады. Бәрі күнәһар болып барып түзелуі мүмкін. Алла саған сондай сынақ беруі мүмкін. Сен сол арқылы, сенің жақсылығың арқылы, әйелдің жақсылығы арқылы еркек түзеледі.